Баршаға сендер Еркек Лайф каналындасыңдар. Бүгінгі тақырыпта бізде стильді жігіттер, жас жігіттер осындай, мен сияқты деп шашым сондай ғой. Осындай жігіттер, стильді жігіттер қыздарға ұнай ма деген тақырыпта. Бұл тақырыпта негізі қыздар стильді жігіттер ұната ма, ұнатпай ма деген мәселе болады. Сол мәселені қазір шешеміз. Қазіргі кезде көптеген жігіттер шаштарын осылай істейді. Осылай стильді шаштарын сарыға, қызылға бойыды. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Қазір мен сендерге толығымен айтып берем. 21 ғасырға орай стильді жігіттер қаптап кетті. Ол неге байланысты? Көбінесе бұл интернетте, YouTube, Instagram деген сияқты жерлерде рекламалдау арқылы адамның психикасына әсер ету. Мысалы, бұл жақта біз 91 тобын алсақ та, басқа әншілерді алсақ та, көбісі осындай шаш стильді деп көбісі жүреді. Бірақ дұрыс па, дұрыс емес па? Менің ойымша бұл негізі дұрыс емес деп есептеймін. Осылай жүру дұрыс емес. Өйткені көптеген тәжірибелер бар, мысалдар бар, көптеген мысалдар бар. Қазір мен сендерге толығымен айтып берейін. Неге осындай стильді жүрген дұрыс емес? Бастапқыда қыздар негізі ойлайды, осындай стильді жігіттердің қасында жүрсең, өзіңді бір жоғары санап, қасындағы жолдасыңа мақтану ретінде негізі танысады. Бірақ бұл жігіттермен қыздар осындай түрлі шашты жігіттермен қыздар ұзақ жүрмейді. Неге? Өйткені мен бастапқыда айтып кеткендей, қыздарға қандай жігіт керектігін мен сендерге айтып кеттім. Табиғат өзіндікін алады негізі. Қалай қыз жаратылған, қалай қанша не істесе де, ойын бұзса да табиғат солай жаратқан. Оған андай еркек керек қызға, ал андай шашты еркектер білмеймін. Ол көп керек емес. Өйткені қасында жүруге, жолдасының алдында мақтануға болады әрине, бірақ ондай жігіттермен қыздар аса ұзақ жүрмейді. Өйткені оған мықты жігіт керек. Егер өзіне ұқсаған қыз сияқты жігіт болса, онда ол жігіт ретінде қабылдай алмайды. Егер де негізі қыз бен ұл деген бір-біріне ұқсамайтын қарама-қарсы жағдай ғой негізі. Солай жаратылған. Бұл жақта қыз солай киінеді, шашын бояйды. Ол солай жүреді, шашын бояйды. Онда ол екеуі бір бүтін болып қалады да, сондықтан бір-біріне қызығушылық аса еркек пен қыз сияқты қызығушылықтары болмай қалады. Сондықтан қыздар ұзақ ондаймен жүрмейді. Ол 1-2 ай, максимум 1 жыл жүру мүмкін, бірақ та олай ұзақ семья құру деген сияқты нақты араларындағы отношениялары болмайды. Өйткені қыздарға ондай ұлдар қызық емес. Қыздарға негізі жақсы сөйлейтін, эмоционалды түрі еркек сияқты жігіттер ұнайды. Соны жаттап алыңдар жігіттер. Егер сендер осындай шаш, сарыға бояп, осындай мода деп етсеңдер, онда өздерің біліңдер енді. Бірақ менің айтарым, бұл мода негізі жас кезде істесе болады, бірақ 20-дан жоғары жаста істеудің қажеті жоқ. Өйткені қыздармен жүру үшін негізі еркек сияқты болу керек. Еркек сияқты жақындау керек, өзінің неңді білдіру керек, мінезіңді бәрін білдіру керек. Сол себептен жігіттер мода жасағыларың келсе, мектепте жасап алыңдар. Мектепте оқып жүргенде бәрі болады. Бізге шашты түзеуге, денемізге бір нәрсе салуға, бірақ та өсе келе негізі ондайды тастау керек. Негізі ондай керегі жоқ. Ол жас баланың қылығы. Ол шашын сарыға бояу, қызылға бояу деген ол дұрыс емес. Ол шетелде, шетелде мен келсем, шетелде қазір ондай дамыған, бірақ бізде
ондай дамымаған, біздің менталитет басқа. Сол себептен еркектер, болашақ еркектер, қазіргі жігіттер, сендерге айтарым, мектепте ғана істеңдер, өсе келе университет оқып жүргенде ондайдың қажеті жоқ. Қалай туылдыңдар, сондай болу керексіңдер, жігіттер. Еркек боп туылдың, жігіт боп туылдың, солай болып қалу керексің негізі. Табиғатқа қарсы шықпау керек қой негізі. Қалай бізді жаратты Құдайымыз, солай болып қалу керекпіз негізі. Солай жігіттер, бастапқы негізі қателіктерді айтайын. Осы стильді жүрудің қыздарға кері әсері бар. Қыздарға біз жігіт түрінде емес, басқаша түрде олар қарайды. Өйткені, негізі ондай жігітпен дискотека, клубқа барып қыдыруға болады, сөйлесуге, жақын дос ретінде танысуға болады, бірақ жігіт ретінде ол қабылдамайды. Қыздар негізі айта береді негізі, маған осы жігіт ұнайды, стильді жігіт ұнайды, шашы әдемі, достарына мақтанады, бәріне мақтанады. Бірақ та ішкі дүние жағынан оған андай еркек керек, андай еркек. Өйткені денені, психиканы қыздар өздерін алдай алмайды. Олар айтады, бірақ шыны керек, негізі олар басқа жігіт іздейді. Негізі өзіне тұрақты еркектік мінезі бар, өзінің айтқанын істейтін, орнына былай, мысалы қыз деген ұрсып атады, ойбай, бүйтіп атырым, ұрсып хайвай көтеріп атқан кезде ана еркек ретті шақ ете қалады, сразу ұрмайды, қызды ұрмайды олар. Қызды ұруға болмайды негізі. Өйткені мен сосын айтып кетейін. Біз қазіргі тақырыбымыз бізде стильді жігіттер туралы болып отыр. Сондықтан еркек бірінші қандай еркек керек? Мықты еркек керек. Эмоциялы, күлетін кезде күлет, серьезный кезде серьезный жүретін, шашы нормально, олға ұқсайтын еркек керек қыздарға. Өйткені қыз сияқты жігіттер, білмеймін негізі, қыз сияқты жігіттер қызға жақын болады деп айту өте қиын. Сондықтан жігіттер осындай стильді айтарым, осындай стильді шашты тек мектепте ғана жасаңдаршы, мектепте. Мектеп бітіргеннен студент, үлкен жасты болғанда керек емес. Ондай әр адамның өзінің жасы бар да, мектепте ондай болып тұрады. Мектепте жас баламыз, бәрі бізге болады. Өсе келе ондайды тастау керек. Және де көбінесе стильді жігіттер қандай болады олар? Көбінесе парикмахерлер, модельдер, солар болады. Негізі менде таңғаламын негізі. Қанша көрем стильді жігіттер, осындай парикмахер, модель, фотограф, сондай тойда, мысалы фотографтар көбісі осындай шашты етіп алады. Бірақ сырттан әдемі көрінгенмен де, бірақ ол жігіттік нәрсе емес. Жігіттік нәрсені дамытыңдар жігіттер. Шаштарыңды бокс өсіріңдер, бірақ еркек сияқты көріңдер. Өйткені андай шаш негізі дұрыс емес. Солай жігіттер, жазыламыз, подписка жасаймыз. Әлі талай видеолар шығады. Әлі қызық сендерге үй тапсырмаларын берем. Қыздармен қалай танысу керектігін сендерді толығымен үйретем. Сол үшін жігіттер, астындағы сілтемені басамыз, подписка жасаймыз, лайк басамыз. Түсінбеген жағдайлар болса, комментарияларда қосып сендер менен сұрасаңдар болады. Мен көптеген нәрселеріңізге жауап беремін. Кездескенше жігіттер, сау саламат болыңыздар.